Разработчиктар әлі де работают над этим. Мемлекеттік тілде айтсаңыз жақсы болар. Сол базаны разрабатывать ететін разработчиктар қазақшалы қалай болады? Құрастырғандар ма? Иә, құрастырғандар сол әлі жұмыстануда. Сол себепті қазақша өкінішке орай бүгінгі таңда жоқ болып тұр. Сонда мен тіркей алмаймын да солардың кесірінен. Орысша егерде түсіндіріп бере аламыз, оператор түсіндіріп. Неге біздер қай мемлекетте тұрып жатыр? Жоқ, Қазақстанда тұрып жатыр, иә, барлығы түсінікті. Мемлекеттік тілде міндетті түрде болу керек қой. Орыс тілінде болмаса ештеңе етпес. Өзіміздің тілінде болмаған қате емес пе? Это оны уже жалобы түсіруіңізге болады, егер Кімге? шағымыңыз болса. Прокуратураға ма? Өзіңіз еркіңіз. Бірақ әзірге таңда енді Сотқа оператор беруге қазір ештеңе істей алмай отыр. Сотқа беруге болады дейсіз. Қалауыңыз сол болса, иә. Енді мен сонда тіркей алмай жүремін да осылай. Қазір ешқалай келіспейсіз мына орысша тілде шыққан неге аққа. Неге келісуім керек? Менің құқығым тапталу керек пе сонда? Жоқ, енді сұрап жатырмын ғой мен Мен айтып сізден. отырмын, құқығым таптап тұрсыздар ғой. Бөтен тілде беріп тұрсыздар ғой маған. Орыс тілінде беріп тұр. Өйткені біздің Қазақстанда орыс тілі так же, как и қазақ тілі. Егер де бөтен ұлт келсе, қазақша берсеңіз, ол айтса, маған орыс тілінде бересіз бе деп, қазақшаны бере бересіздер ме оған? Шыққаннан кейін. Жоқ, қазіргі таңда қазақ тілі болмай тұр ғой, өтеймін. Сонда мемлекеттік мекеме ғой, жеке не болса екен. Аға, қазір сізге айтып тұр ғой. Егер де шағымыңыз болса, өз еркіңіз шағымдануыңызға болады. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда сізге қазақша шығарып беруге мүмкіндігіміз жоқ болып тұр. Қазақ мемлекеттік тілде қызмет көрсете алмайсыздар маған. Бүгін, қазір. Қазір, иә. Қызмет көрсете алмайсыздар мемлекеттік тілде. Қазіргі таңда, иә. Мен не істеуім керек? Мен тіркегім келіп тұр. Енді орысша тілдегі аққа келіспесеңіз, енді өкінішке орай тіркей алмаймын. Міндетті түрде мен орысша аққа түсінбейтін тілге келісуім керек тіркеуім үшін. Жоқ, келіспесеңіз шағымдануыңызға болады. Айттым ғой. Сіз кім боласыз? Мен главный специалист. Аты жөніңіз? Нұргүл. Нұргүл? Жақсы.